Баршаңызға сәлем. Сіздер әлем және қазақ футболы туралы арнаны тамашалап отырсыздар. Бүгін мен сіздермен отандық дербилер туралы әңгімемді жалғастыратын боламын. Егер сіз бұл видеоның бірінші бөлімін жіберіп алған болсаңыз, қазір осы видеоның жоғарғы оң жақ бұрышындағы ескертуді басып көре аласыздар. Жаңа дерби. Соңғы жылдары Астана мен Қайрат Қазақстан футболының ең үздік командалары болып табылады. Екі клуб өздерінің үлгісінде отандық клубтардың қалай даму керектігін көрсетіп отыр. Астана футбол командасының жылда алдыға қойған мақсаттарын және алматылықтардың толық мемлекеттік бюджеттен тәуелсіздігін айтуға болады. 6 жыл бұрын екі ұжым чемпионаттағы билікті тартып алып, ешқандай команданы жандарына жақындатпай келеді. Екі команда ішкі титулдарды өзара бөлісіп алғандай. Астана чемпиондық жүлдені алса, ал Қайрат болса басқа қалған кубоктардың иегері атанып жүр. Еврокубоктарда да сол оқиға жылда жалғасып келеді. Жылда қазақ футболының жанкүйерлері қай ұжымның Европаның топтық кезеңіне дейін жететінін қызыға күтеді. Әдеттегідей Астана УЕФА Чемпиондар лигасының, ал Қайрат Европа лигасының квалификация кезеңінде өнер көрсетеді. Ал елордалық клуб сияқты топтық кезеңге өтетін болса, еліміздегі барша футбол жанашыр жанкүйерлері кең байтақ еліміздің түпкір-түпкірінде болғанына қарамастан шын жүректерінен қолдау көрсетеді. Қазнетте де олардың арасындағы қызу жарысты көруге болады. Кімнің ең ізделетін және тіркелушісі көп клуб болуға лайық екеніне таласады. Мысалы, Instagram желісінде КПЛ-дің ең танымал клубы Астана болып табылады. Олардың ресми парақшасында шамамен 84.900 тіркелушісі бар. Ал Қайрат футбол клубы екінші орында. Олардың парақшасын шамамен 80.200 жанкүйер қарайды. Бұл қарсыластықтың Қазақстан чемпионатындағы басқа дербилерден өзгеше қылдыратын тағы бір фактор бар. Бұл саяси фактор. Бәрімізге белгілі болғандай, алматылықтар үшін еліміздің астанасын Алматыдан Астанаға ауыстырылуы ауыр тиді. Ал астаналықтарға қазақстандықтар үшін оңтүстік қаланың әлі де өзінің биік дәрежесін сақтап қалғаны туралы және жаңа Астананың жансыз қала екені туралы әңгімелерді жиі есту реніш тудырады. Сол себепті спорт, дәлірек айтсақ футбол, өздерінің қарсыластарынан басым және мықты екендігінің көрсетудің тамаша мүмкіндігі. Одан бөлек, екі клубтың қарсыластығының тағы бір себебі Астана футбол клубының құрылу тарихы болып табылады. Естеріңізге сала кетсек, Локомотив Астананың бұрынғы атауы алматылық екі клубтың Алматы мен Мегаспорттың бірігуінен құрылған. Бұл оқиға 2009 жылы орын алды. Дәл сол себептен алматылық жанкүйерлер сол маусымда Қазақстанның үздік лигасынан құр қалды. Өйткені Қайрат сол жылы бірінші лигаға түсіп қалған болатын, және де сол маусымда КПЛ-да Алматыдан шыққан клубтар қалмады. Ал Локомотив ештеңе болмағандай сол маусымды Қазақстанның элиталарының арасында өткізді. Жоғарыда айтып өткенімізде екі клубтың қаржылық идеологиясы да өзгеше. Қайрат жеке меншіктегі клуб, ал Астана толығымен мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылады. Бұл да екі клубтың идеологиясының қарама қайшылығын көрсетеді. Статистикаға келер болсақ, бүгінгі таңға дейін олар бір-біріне қарсы барлық турнирлерде 36 матч өткізген. Астана 16 рет, ал Қайрат болса 10 рет жеңіске жеткен. 10 матч тең есеппен аяқталған. Ең жуырдағы матч 3 наурыз күні Алматы орталық стадионында өткен. Қазақстан суперкубогы үшін болған ойында Астана Қайратты 2-0 есебімен жеңген болатын. Екі доптың авторы Астананың шабуылшысы Жуниор Кабананга. Шынымен де Астана мен Қайрат мықты қарсыластар. Олардың матчтары тұрақты көрермендердің қызығушылығын тудырады. Одан бөлек бір-біріне деген өшпенділікке негіз болатын көптеген себептер бұл қарсыластықты европалық дербилердің деңгейіне дейін көтереді. Бұл жұп матчтарының жалғыз ғана кемшілігі оның тарихи ұзақтығы. Шынын айтқанда, екі команданың матчтары не классико, не нағыз дерби деуге келмейді. Өйткені классико атану үшін екі команда да премьер-лигадан еш түспеуі керек. Ал дерби атану үшін бір қаладан немесе аймақтан болуы қажет. Бірақ бұның бәрі қатты маңызды емес. Бұл тек атау. Бастысы олардың матчтарының әрдайым көрермендердің қызығушылығын тудыруы және стадиондардың жанкүйерлерге нық толуы. Аймақтық дербилер. Бұл бір аймақтан шыққан көршілес клубтар арасындағы матчтар. Олардың арасындағы ең танымалдары оңтүстік дерби, Ордабасы мен Тараз, батыс дерби, Ақтөбе мен Атырау. Таболға дейін Ақтөбенің басты қарсыласы осы Атырау клубы болатын.
Мұнайшылар әлі де ақтөбеліктер үшін ыңғайсыз қарсылас. Мысалы, өткен маусымда Мұнайшы стадионында өткен кездесу 3-1 есебімен Атыраудың жеңісімен аяқталды. Ал Ақтөбедегі Қобыланды Батыр атындағы стадионда матч керісінше 5-1 Ақтөбенің үлкен жеңісімен бітті. Дербидің аты дерби. Оңтүстік Қазақстан дербиі батыс дербиінен еш кем түспейді. Бұл дерби шын мәнінде қызу түрде өтеді. Жаз айларында бұл аймақтың температурасы +30-40 градусқа дейін көтеріледі. Алаңның ішінде де футболшылар жеңіс үшін жандарын беруге дайын. Бұған статистиканың өзі де дәлел. Екі команда бір-біріне қарсы 2000 жылдан бастап 38 матч өткізген. Соның 15-ін Ордабасы, ал Тараз 12-сінде қарсыласынан басым болған. Ал қалған 11 кездесу тең есеппен аяқталған. Қазақстанда айтып кеткен дербилерден басқа көптеген қызық қарсыластықтар бар. Мысалы, Шахтер Астана, Ақтөбе Ақжайық, Қайрат Жетісу және тағы басқалар. Осындай дербилердің болуы Қазақстан Премьер-лигасына өзіндік ерекшелік беріп қана қоймай, жанкүйерлер қауымын қызықтырады. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Сұрақтарыңызды немесе ойларыңызды астындағы комментке жазыңыздар. Және де арнаға тіркелуді және видеолардың шығуын бірінші білу үшін қоңырау түймешесін басуды естеріңізге саламын. Біздің басқа да қызық видеоларымызды көруді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.